Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен отбасыма осындай сап-сары әдемі күрішпен филені духовкаға әдемілеп пісіріп отбасыма бердім. Сіздерге де осы тамақтың рецебі қажет болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл тамаққа бізге пияз, екі түсті жартылай ашты бұрыш, бірнеше дәмдеуіштер, филе және сарымсақ қажет. Алдымен пиязымызды екіге бөліп, оны бірінші ұзын шағып турап, оны тағы да турап, майдалап турап аламыз. Одан кейін жартылай ашты бұрыштарымызды да ұзыннан, артынан тағы да майдалап, тура пияз сияқты оларды да майдалап тураймыз. Сосын 3-4 тал сарымсағымызды да үкішпен есіп, оларды да майдалап турап аламыз. Табамызға молырақ май құямыз. Бірінші пиязымызды қуырып аламыз, артынан жартылай ашты бұрыштарымызды саламыз. Және туралған сарымсақтарымызды да салып, бәрін жақсылап қуырып аламыз. Қуыру барысында дәмдеуіштерімізді де саламыз. Тұз, паприка және басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бір қасық томат қосып, оны да тағы қуырамыз. Филелерімізді кесіп, турап, осылай тіліп шығамыз. Бәрін табаға салып шығамыз. Салып болған соң қуырмашымызды түгел филеге сіңетіндей қылып жайғастырамыз. Бәрін салып болған соң 200 градустық ыстықта духовкада жарты сағат пісіріп аламыз. Филеміз духовкада пісіп жатқан кезде күрішімізді де пісіріп аламыз. Күрішімізге мен әртүрлі дәмдеуіштер қостым және түсі әдемі болу үшін куркума қостым. Тамағымыз дайын болды, енді отбасымызға бере берсек болады. Тамағымыздың түрінің өзі өте тәбетті ашатындай болып пісті. Және дәмі де өте дәмді болып шықты. Отбасыларыңызға пісіріп беріңіздер, бәріне ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан барлықтарыңызға ас болсын. Біздің видеоларымызды жіберіп алмас үшін бізге подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.